менің неме өмір бақи балтаяқ болып жатыр ма? Пәленбай жол өмірімізде бізде алыстық, жұлыстық, ұрыстық, талай нәрсе болды, талай мақан дүниялардан өттік. Қазір орта жасқа келгеннен кейін сен және мен жен деп отырмыз ғой бір-біріміздің бетімізге қарап. Соған жету керек та. Сосын мына қазақтың келіншектеріне айтқым келеді. Біздің қазақтың жігіттерін романтичный жігіттер жасауға тырысады да. Романтика жоқ біздің жігіттерде. Жандарым ау. Сәл ғана романтика бар, соны әдемі романтика етіп жасау керек та. Сосын өзім дамып жатырмын дейді. Қазақтың келіншектері дамып жатырмын, күйеуім тоқтап қалды дейді. Сен дами бер деп айтамын мен қазақтың әйелдеріне. Дами бер. Сосын үйдегі күйеу де, бала да бәрі өзінен өзі инабатты, ибалы болып, анау дамыған әйелдің статусына лайықты болады, ыңғайланады. Соны шыдам керек та. Бірден күшті болып кеткісі келеді ғой, бірден жоқ деймін. Біз қазақтың әйелдеріміз ғой. Біз деген ана үш жұртқа әбден сіңісті боламыз, қайын жұрттың батасын, күйеудің батасын аламыз. Көрген нәрсеміз көрмей қалған секілді боламыз, естіген нәрсені естімегендей боламыз. Бәрін үйлестіреміз. Сосын 20 жыл, 30 жылдан кейін күйеуіміз рахмет саған айналайын, жақсы қатын болдың, батамды берем, ризамын саған деп айтады. Ол 2 жылда, 3 жылда айтпайды, ол гүлдақтың әйелісің сен. 20 жыл, 30 жылда айтады. Сосын рахат өмірің басталады.